Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Уиллард атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ты всегда будешь со мной. Я ненавижу всех, кроме тебя. Фильмнің басында ұсқыны бір түрлі ер адам жертөлесіне қаптап кеткен егеуқұйрыққа қарсы дәрі алады. Оған қоса бәріне таныс тышқан қақпанын да алады. Бірақ қақпанға бірінші болып өзі түседі. Анасының бөлмесінің маңынан өтіп келе жатқан Уиллард білдіртпей өтуге тырысады. Әйел бөлмесінде отырып, егеуқұйрықтың иісін сезіп отырғанын айтады, бірақ оларды ешқашан көрмеген. Уиллард өзі қаламаса да анасына кіруге тура келеді. Екеуінің қарым-қатынасы аса қатты мәз емес. Анасы баласын ақымақ, есіміне байланысты жолы болмағыш деп санайды. Сол себепті анасы баласын ендігі Кларк деп атайтын жеткізеді. Түнде барлық қақпандар жұмыс істейді, бірақ ешқандай егеуқұйрық түспейді. Уиллард марқұм әкесі негізін қалап кеткен фабрикада жұмыс істейді. Бірақ қазір ол жер бұрынғы серіктесіне тиесілі. Жұмыс орнына келген бас кейіпкер өзінің жұмыс үстелінде отырған қызды байқайды. Оған жағдайды түсіндіру үшін Мартин есімді директор өзіне шақыртады. Ер адамға бастығының кеңсесіне бару анасына барудан да ауыр тиеді. Жұмысшының өкінішіне орай ол қателіктер жіберген, сондықтан қыз оның артын тазалап отырады. Уиллард бастығы отбасы жайлы сөз қозғағанда өзін жайсыз сезінеді. Бастығы жұмысшысының үйін сатып, анасын қымбат қарттар үйіне жөнелткені дұрыс деп санайды. Қақпандар көмектеспеген соң, жабысқақ қағаздарды сынайтын уақыт келді. Түн жарымда шыққан қатты дауыс анасы мен баласын оятып жібереді. Егеуқұйрықтың бірі ұсталып қалып, қашуға әрекет жасап жатады. Уиллард жазықсыз тіршілік иесіне зардап келтіре алмайтынын түсініп, егеуқұйрықты сұйық майдың көмегімен босатады. Кәрі анасына ол үйге құс кіріп кетті деп өтірік айтады. Егеуқұйрықты жақсылап тарап болған Уиллард оған Сократ деп есім қояды. Содан кейін оны жертөлеге туыстарының жанына жіберіп тамақтандырады. Байғұс жігіттің өмірінде бірінші рет досы пайда болды. Ер адам кезекті жұмыс күнінде кезекті рет мазақ естиді. Бастығы ер адамның келген лифтісінің есігіне құлып іліп қойып, жаңадан алған көлігімен мақтанып, бас кейіпкердің түрін келеме жетеді. Сонымен қатар басшылықтың жынына тимес үшін өмірінде бірдеңені өзгертуді талап етеді. Басшының ер адамды табалауына қалған жұмысшылар қарап тұрады. Ер адамға көмекке тек жаңадан келген қызметкер Кэтрин келеді. Үйінде ер адамның көңілін көтеруге газетті талқандап жатқан егеуқұйрықтар көмектеседі. Сол сәтте доңғалақты кеміріп жатқан үлкен егеуқұйрықты байқап, үлкен Бен деп ат қояды. Похоже, это начало большой дружбы. Шабыттанған Уиллард егеуқұйрықтарды қолға үйретеді. Оларға сыйақы ретінде жаңғақ береді. Жертөледе нағыз жаттығуларға арналған жабдықтар орнатылады. Ер адамның бұйрығымен егеуқұйрықтар керекті бағытқа жүріп, сөмкеге кіріп шығып, көрсетілген затты кеміреді. Уиллард кезекті мәрте жұмысқа кешігіп келеді. Оның ауру анасын айтып сылтауратқаны бастықтың көңілінен шықпайды. Ол епсіз жұмысшысын жұмыстан шығара алмағандықтан апталық ақысынан айырады. Сол сәтте ер адамның басына бір ой келеді. Ол екі сөмкесіне егеуқұйрықтарды кіргізеді, бірақ Бен тым үлкен болғандықтан оны жолатпайды. Бірақ бұндайға қарамастан үлкен егеуқұйрық басқаларын қуып жіберіп, сөмкеге еніп кетеді. Уиллард бастығының үйіне барып тасаға тығылып, егеуқұйрықтарын жібереді. Олар ішке жол жасап, кеміре бастайды. Ер адам оларға доңғалақты кеміруге бұйрық береді. Екінші сөмкеден ол тек Бенді табады. Ер адам оның тесікке сыймайтынына сенімді болады. Бірақ оның тістері кез келген затты кеміре алады. Барлық 4 доңғалақ тесілген. Шуды естіген Мартин мырза көлік тұрағына түседі. Уиллард соңғы сәтте тығылып үлгереді. Оның артынан көшені басына көтерген ит жүгіреді. Ашуланған ер адам итті егеуқұйрықтар арасына сөмкесіне тастай салады. Бірақ оның қыңсылаған дауысын естіп, есін жиып жібере салады. Мартин мырзаның көлік орны бос тұр, ал болған жағдай жұмысшылардың көңілін көтеруде. Ал Мартин мырзаның мазасы жоқ. Оған түнімен полициямен сөйлесіп, жұмысқа метромен келуге тура келген. Уиллард мысқылдай күліп қуануда. Ол Сократты жұмыс үстелінің тартпасына салады. Уиллардтың жертөлесінде егеуқұйрықтар көбейгендіктен тамақ табу қиындайды. Сол себепті бұл іске жауапты ретінде Сократтан кейінгі басшы Бенді тағайындайды. Уиллард Сократқа тек сені жақсы көрем, ал қалғандарын жек көрем дейді. Ты всегда будешь со мной. Я ненавижу всех, кроме тебя. Бен үйге еніп кетпек болғанда ер адам оны байқап қалып, жертөлеге лақтырып жібереді. Үйде жүруге тек Сократқа рұқсат етілген. Баласының егеуқұйрықтармен әңгімесін естіген анасы өзінен құтылмақшы деп ойлап, шу шығарып баспалдаққа жатып алады. Сократ қапалы досын жұбатуға төсекке келеді.
Артынша үлкен Бен де төсекке шықпақ болады. Оны анасы байқап қалуы мүмкін деген сылтаумен жертөлеге тағы түсіріп тастайды. Азанда Уиллард анасын таппайды. Оның жансыз жатқан денесін жертөлеге түсер жерден табады. Әлсіз кемпір шуға барамын деп баспалдаққа құлап қалуы мүмкін. Есесіне енді егеуқұйрықтар үйде емін-еркін жүре алады. Қайғырған ер адам барлығына Бенді кінәлайды. Кемпірдің денесін жедел жәрдем алып кетеді. Солай үйдің ішінде тек бір адам қалады. Ер адамды анасының өлімінен қарағанда Сократтың қауіпсіздігі көбірек алаңдатады. Жерлеу рәсіміне Уиллардтан басқа ешкім келмейді. Солай ер адам өлі анасына кішкентай досын көрсетеді. Кенет қапалы серіктесін жұбатуға Кетрин келеді. Оған қоса анасының адвокаты келеді. Ол әкеңнің артында көптеген қарыз қалғандықтан анаң үйіңді кепілге қойған. Сол себепті үйіңді сатпасаң банк алып қояды дейді. Уиллард неліктен ата-анасының қателігіне жауап беру керектігін түсінбейді. Кейін заң өкілін бастығының жанынан көріп, істе шикілік бар деп шешеді. Үйдің ішінде егеуқұйрықтар өріп жүреді, ал үстел үстінде олардың нәжістері толып кеткен. Есікті Кетрин келіп қағады. Ер адам жалғызсырамас үшін мысық алып келген. Ер адамның сыйлықтан бас тартуға батылы жетпей, байғұс мысықты үйге жібере салады. Мысық аш егеуқұйрықтардан қашып жоғары шығып кетеді. Бірақ егеуқұйрықтар шкафтың аяқтарын бірдемде кеміріп тастайды. Жертөлеге қашқан мысық тордың артына кіріп кетпек болады. Бірақ тор артында күтіп тұрған Бен мысықтың аяғын тістеп алып, жолдастарына жемтік етеді. Шаң басқан естеліктер ішінен Уиллард әкесінің заттарын алады. Ол пышақты қолына алып, әкесі секілді бұл өмірден кетпек болады. Бірақ бұны көрген Сократ оған жол бермейді. Бұл көріністі Бен жоғарыдан қарап тұрады. Түнде Уиллард өтірік ұйықтап Бенді күтіп жатады. Бірақ соққы жасап мүлт кетеді. Сократ оның бұл әрекетін құптамайды. Ер адам оның інін жауып тастайды. Бірақ бұл әрекет көмектеспейді. Біраз уақыттан кейін Бен төсек үстінде отырады. Уиллард жұмысқа жиналып сөмке ішінен Бенді көріп ашуланады. Бірақ момын Сократ жанына кіреді. Ер адам екі егеуқұйрықты қоймада қалдырып, үстел үстінен жұмыстан шығуы туралы анықтама табады. Ашуға булыққан Уиллард бастығынан түсініктеме сұрайды. Оның жұмыста қалуына тірі анасы себепкер болып жүрген, ал компанияны құрған адамның баласы міндетті түрде жұмыста болуы керек делінген келісім шартқа басшының түкіргені бар. Оның үстіне оның адвокат жалдауға ақшасы да жоқ. Уиллард бастығынан жұмыстан шығармауын сұрап, үйін сатуға келіседі. Сол уақытта хатшы әйел қоймаға кіріп, Сократты көріп қойып айқайлап жібереді. Оның айқайына Мартин мырза барып, үстел үстінде жүрген егеуқұйрықты езіп тастайды. Ал қорқақ болса, жалғыз досын құтқару үшін ешқандай әрекетке бармайды. Уиллард Сократтың қалдықтарын өзім жинаймын деп, бұл жағдайда ештеңке істей алмайтын едім деп өзін жұбатады. Есесіне басқалары істей алады. Солай ер адам үйде барлық егеуқұйрықтарды чемодандарға жинап, көлікке тиейді. Сол уақытта Мартин мырза жұмысында кешке дейін отырып, үлкендерге арналған сайтқа кіріп отырғанда, ер адам оған мыңдаған егеуқұйрықтарын ертіп келеді. Олар білдіртпей кеңсенің ішін толтырады. Ал Уиллард болса, өмірінде ең жек көретін адамның алдында қасқайып тұрып, әкесінің өліміне кінәлап, бар ойын жайып салады. Бірақ шал да қарап тұрмай Уиллардты соққыға жығып қашпақ болады. Бірақ оны Бен ұстап алады. Егеуқұйрықтар патшасы шалды торға жауып, сарбаздарына бұйрық береді. Мыңдаған егеуқұйрықтар шалмен бірге төмен түседі. Уиллард Бенмен қоштасады. Оны үйіне апаратын ойы жоқ. Уиллард үйінде қалған егеуқұйрықтарды улап, түтін шығарғышпен өлтіреді. Ал денелерін өртеп тастайды. Оған қоса үйге ештеңке енбес үшін барлық тесіктерді бітейді. Ол тіпті полицияға есікті ашпайды. Бірақ қыздың алдында дәрменсіз болады. Кетрин бастығының өлімі жайлы хабарлауға келген. Кенет Уиллард Кетринді түскі асқа шақырады. Ер адам қанға малынбаған киімін іздеп кеткенде, әйел әжетхананың бетін ашады. Әйел ештеңкеден күдіктенбегендіктен қақпағын ашық қалдырып, егеуқұйрықтарға жол ашады. Бен де үйдің ішінде. Онымен қатар көліктің де доңғалағы бүлінгендіктен олар кете алмайды. Сонымен қатар Уиллардты күтіп отырған полиция да оны байқайды. Ер адам үйіне кіріп қолына пышақ алады. Кенет құбырдан егеуқұйрықтар ағылып түсіп, бұрынғы басшыларын қуа жөнеледі. Уиллард тығырыққа тіреледі, ал Бен оны жоғарыдан бақылап тұрады. Прости, Бен. Мне жаль, что оставил тебя там. Оның егеуқұйрық алдында ақталып отырғанын көрген полиция нағыз есуас деп ойлайды. Уиллард Бенге қақпан толы қапты кигізіп, оны жаралайды. Я любил только Сократа, а тебя я ненавижу.
Кэтрин бастығы қалай мерт болғанын түсіне бастайды. Бен болса аяғын тістеп қашып кетеді. Ол қарғыс атқыр үйден Уиллард қашпақ болады. Бірақ оған терезедегі тор кедергі келтіреді. Ол Кэтриннен көмек сұрайды, бірақ қорыққан әйел қашып кетеді. Егеуқұйрықтар салмағынан төбеде құлайды. Олар барлық жерде. Бен оларды басқарып, әдеттегідей төбеден қарауда. Ол жауының бетінен бас салады. Солай адамның денесіне ондаған егеуқұйрықтар жабысады. Уиллард баспалдақтан құлап төмен түседі. Бірақ ол тірі қалып, егеуқұйрықтар басшысының көзін құртады. Солай есінен адасқан Уиллард жындыханадан бірақ шығады. Бұл жерде ол жаңа дос тауып, оны өмірге қайта келген Сократ дейді. Уиллард солай қашу жоспарын құрады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.